сіздің иелігіңізде мал берсе Алла Тағала, сол малды да таза ұстау керек. Яғни сіз бағып отқан қой, немесе түйе, немесе жаңағыдай сиыр, айтайық 4 түлік мал болса, көп болсын. Бірақ сол малға Алла разы екендігі, сол маланың бәрі таза деген ұғымға жету үшін, оны да таза ұстау үшін зекетін шығарасың. Неғұрлым зекеті шығарылады, соғұрлым малың таза. Зекет бұл Алланың парыз еткен нәрсесі. Зекетін беретіндер дейді. Жолда қалғандармен кездестіреді сізді Алла Тағала өмірде. Сіз ешқашан Алланың сынағынан амалдың өзі дайындап береді сізге. Тек сіз дайын болсаңыз болды. Сізге жолда қалған біреу кездесіп қалады. Не істеп отырады? Бер деп жатыр. Басқа не үшін кездестіреді оны сізге? Не үшін кездестіреді? Міне, қарызға батқан адам кездесіп қалуы мүмкін. Сынақ болып кездеседі ол. Ешқашан Алла сүйетін амал сенің нәпсің сүйетіндей кездеспейді, есіңізде болсын. Ешқашан керісінше болады бәрі. Қарызға батқандарға, пақырларға, міскіндерге, түгі жоқтарға Алланың жолында мысалы. Қарызға батқандар, осындай жағдайларда, қиын бір штрафтарда жүргендер, соның барлығымен сізде мал болса, сіздің жұмысыңыз соларға көмектесу, беру керек. Сонда Алла Тағала осы екі қамалды атап отыр осы жерде, қараңыздар. Намаз және зекет. Өйткені екеуі, мынау жаныңмен байланысты. Намаз оқу үшін уақытыңды, жаныңды беру керек Аллаға. Екіншісі мал. Екеуі де адамға сүйікті нәрсе. Қараңыз, неден бастап отыр? Екеуі де адамға сүйікті нәрсе. Бұл екеуі үшін төбелесуге болады. Бұл екеуі үшін туысқандармен байланысты үзе салса да болады. Бұл сондай нәрсеге дейін апарады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иттақу шуха", сараңдықтан абайлаңдар дейді. Үмбетін айтып отыр. Неге Аллахтың елшісі? "Инна шуха ахлака мен кана қаблакум". Сендерден бұрынғы буындарды құртқан осы сараңдық дейді. Қараңыз. Хамалахум алан сафика димаахум дейді. Бұл сараңдық сондай бір қылмысқа дейін апарған дейді бұл адамдарды. Қараңыз. Біреудің қанын төгуге дейін апарған дейді. Екінші нәрсе. Екіншісі қоттағу архамахум. Туысқандық байланыстарды үзе салуға дейін апарған дейді. Сонда ойлаңыз, сенің малың туысқаныңнан артық болып кеткен. Кімнің құлысың сен енді? Малдың құлы болып кетпес үшін парыз қылып отыр Алла Тағала зекетті. Сосын зекет ол бастап беретін есігі, ар жағы өсетті, ар жағында сен оған қанағаттанбай тағы не берсем болады Раббым деген жүрегің ашылу керек та. Сол кезде жаңаға садақалар кетеді, қайырымдылық істер кетеді. Түгің жоқ болса өзіңнің уақытыңды бер. Біреуге барып үйін көмектесіп жібер, біреуге барып бір нәрсесін салысып жібер. Мүмкін емес түк жоқ болу деген нәрсе. Өйткені не жұмсайсың? Жұмсайтының болмаса өзің жұмсал. Өйткені мәселе тек жұмсау деген сөзге тоқталып тұр. Жұмсау, инфақ Құранда келетін. Юнфиқун, жұмсайтындар. Ешқашан мал, дүниеге деген махаббаттан біз ажырай алмаймыз. Оны Алла үшін беріп үйренбейді. Сосын Алла Тағала сіз үшін үлкен жәннатты атағаннан кейін, қараңыздар, саудаға жәннатты қойып отыр. Ол жәннатты қойғаннан кейін сенің анау-мынау нәрселеріңді өте бермейді кейде. Сол үшін Али-Ғимран сүресінде айтады: "Лән таналул бирра", жан тазалығына жете алмайсыңдар, хатта тунфиқу мимма тухиббун, сүйетін нәрсеңнен жұмсамай дейді. Неге сүйетін нәрсемнен жұмсау керекпін, Раббым? Оны Алладан артық сүйіп кетпеуің үшін. Алла сенің махаббатың, таухидың сол. Сенде одан басқа мақсат жоқ. Дүниеге келудегі түпкі мақсатың сол. Сол түпкі мақсаттың алдына барасың. Күллі берген нәрсе соныкі сынақ үшін. Алланы сүюге апаратын іс мына екеуі де, намазда, зекетте. Егер де біреу сараңдық танытып бермейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ескертіп айтады: "Мән аталлаху мәлән", Алла Тағала кімге мал дүние берсе, фәләм юадди закатаху, сөйтіп олардың зекетін атқармаса,
зекетін шығармаса, муссилә ләху мәлуху яумал қиямати шуджаған ақраға ләху забибатан дейді. Алла тағала оның осы дүниеде жұмсамай, тығып ұстаған малының барлығын қиямет күні жыланға айналдырады дейді. Міне, ол оп-оңай. Мұсаның аса таяғы жыланға айналған. Сөйтіп біреуге бергісі келмей тықлаған қазынасын аталған малға жыланға айналдырады дейді. Ол жылан өте үлкен болады дейді. Міне, сондай бір жылан ақыра, маңдайы жып-жылтыр болады. Пайғамбарымыздың көзіне көрсетілген нәрсені айтып отыр. Маңдайында екі қалы болады дейді. Жағы екі тісі болады дейді. Маңдайының жылтырлығы уының көптігінен дейді. Сөйтіп, жаңағы адам бетіп келе жатқан кезде қияметте анау жылан артынан келе жатыр дейді. Міне. Ятбағу сахибаху хайсу мазахаба. Қайда барса артынан келе жатыр дейді. Анау бірінші ата қорқытады екен адамды. Жаңағы сараңды. Қорқып бір кезде қараса фатихан фаху, аузын ашқан дейді. Күл сахи хадистегі нәрселер мысалы. Аузын ашып артынан келе жатыр. Вахуа яфирру минху. Ол одан қашып бастайды дейді. Қашып бастап құтыламайтынын көрген кезде айтады дейді. Уайлака ма анта. Ойбай-ай, мынау сен кімсің өзі, несің? Bir кезде сөйлейді. Ана мәлука, мен сенің малыңмын. Міне нені сүйген боласың ертең. Мен сенің малыңмын. Әлләзи күнда табхалу бихи, сен сараңдық қылған малыңмын. Сен тығып ұстаған малыңмын. Байлығы одан да көп біреу болатын болса, ана кәнзука деп айтады екен. Мен сенің қазынаңмын. Әлләзи хабаатаху, сен жасырып ұстаған сейфте, немесе қазіргі тілде банкте. Мен сенің қазынаңмын. Сен менен ажырағың келмеді, міне, мен ажырай алмай келе жатырмын. Әлемдердің Раббысы солай бұйырған. Валлахи дейді пайғамбарымыз, Алламен анда етем, лән тазәлә дейді, ән татлубаху, артынан ілесіп қоймай қояды, хатта ютауақаху, мойнына кеп байланғанша дейді. Мойнына кеп байланып сылдаған кезде, ана адам ятфағу биядихи, ана қолымен қайтарғысы келіп, қолын қайтарған кезде, ана қолда шоп тістеп жібереді дейді орнынан. Сөйтіп келесі мүшелеріне кіріседі деген. Міне, Алладан басқа нәрсені сүйінемен аяқталуы мүмкін. Міне, Алладан басқаға қарай жүрегіңді берсең, қалай болуы мүмкін да. Сол кезде пайғамбарымыз жаңағы аятты оқиды, Али-Имран сүресіндегі. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Әлгі біз өздеріне мал беріп сараңдық танытып жүргендер мынау өмірде ойламасын, есептемесін, жинап атқан нәрселері хайыр деп өздеріне. Бәл хуа шаррун лахум. Нақты айтайын, бұл жамандық дейді өздеріне жинап атқан. Саютауақуна бихи яумал қияма. Қиямет күні мойындарын орайды дейді. Жылан болып келетін нәрсе. Бұлай болса, шындап келген кезде, егер сіз шынымен де Алланы таныған болсаңыз, Алланың разылығына жету үшін, сіз енді Алла тағаламен еш нәрсені тең ұстай алмайсыз. Мал ма, жан ба? Алла берді сізге жанды. Міне, сол Алласына құлшылық жасасын. 5 уақыт намазында болсын.